Сәлем оқушылар, бүгін сендермен бір қалыпты қозғалысқа байланысты теңдеулердің кездесу орны мен уақытына байланысты есепті шығарамыз. Қараңдар, сендерде мына жерде екі кесте берілген, бір қалыпты қозғалысқа және тең айнымалы, бір қалыпты айнымалы қозғалысқа. Екеуінің айырмашылығы неде? Бірінші айырмашылық мына үдеуі нөлге тең бір қалыпты қозғалыста, айнымалы қозғалыста үдеуі бар деген сөз, айнымалы деген сөз ол дененің үдеуі бар деген сөз екен. Түсіндік қой? Бізде координата теңдеуі мына x тең x нолевой плюс v нолевой t деген негізгі бізге координата теңдеуі осы екен бір қалыпты қозғалыста. Демек, осы қозғалыс теңдеуіне байланысты есептерді шығарып көрейік. Мына форманы жақсылап жаттап аламыз, есептерге тоқталайық. Қандай есептер бар екен? Қараңдар. А нүктесінен шыққан адам мысалға оңға қарай жүрсе, В нүктесінен шыққан адам төменге қарай жүрсе, мына нүкте бізде не болады? Кездесу орны немесе кездесу уақыты деген сөз. Дұрыс па? Міне көрініп тұр ғой өзі осы нүкте. Демек, екеуі кездесу үшін мына екі координата бір-біріне не болу керек? Тең болу керек. x1, x2 тең болу керек кездесу үшін. Демек, мына екі теңдеуді шешеміз деген сөз. 3 қосу 2t-ны теңестіреміз 6 қосу t-ға. Әріптерді бір жаққа, сандарды екінші жаққа жинаймыз алгебралық түрде. 6 минус 3, t тең 3 секунд. Біз уақыт тауып алдық. Енді орнын табу үшін мына берілген теңдеудің екеуінің қалағанына қоя салыңдар болады. Бір деманшы болу керек. 6 қосу 3 тең 9. Екіншісіне тексеріп көрсете салайын, 3 қосу 2 көбейту 3 тең 9, Міне 9. Сендер екеуін бірдей есептемей, біреуін есептесеңдер болады. Демек, бізде С деген жауап. Екінші есеп не дейді екен? Мынандай екі теңдеу беріліпті. Теңестіреміз. x1-ді x2-ге теңестіріңдер. 10 қосу 2t-ны теңестіреміз 4 қосу 5t-ға. Әріптерді 5t-дан 2-ні t-ны азайтамыз, 10-нан 4 аламыз, 3t-ны 6, t тең бізде 2 секунд. Так, 2 секунд. Енді қалған біреуіне қоя салайық. Біріншісіне қоя салайын. 10 қосу 2 көбейту 2, 4, 14 метр. Бізде бұл V деген жауапта, Екінші есеп. 40 қосылған 10t тең 12 қосу 12t, 12t-дан 10t-ны азайтамыз, 40-тан 12-ні азайтады екенбіз. 2t тең 28, t тең 14 секунд. Ал енді координатасын табу үшін орнын қалаған біреуіне қояды екенбіз. 40 қосылған 10 көбейту 14, 140, 180 метр. Демек, Е деген жауапта тұр. Түсіндік қой, екі теңдеуді бір-біріне теңестіріп, теңдеу шешеміз деген сөз. Так, енді жаңағының барлығы бізде сызықтық еді. Енді мына квадрат берілген. Қараңдар. 10 қосу t квадратқа теңестір 7t-ны дейді. Бәрін бір бетке жазылайық. Минус 7t өтеді, t плюс 10 тең 0. Мына есепті шығарудың екі жолы бар, дискриминант немесе вет. Маған мына жерде вет оңай болып тұр. x1 мен x2-ның қосындысы минус пи болу керек. Минус пи міне. Минус 7 ма, демек біз жерге плюс 7 жазамыз. Ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі бізде неше болу керек? 10 болу керек. Q деген сөз ғой бұл. Сонда бұл деген сөз қандай санға көбейтсем 10 шығады. Бұл бізде 5 пен 2, 5-ке 2-ні қоссам да 7 болады. Демек, t1-іміз 5, t2-іміз бізде 2. Мына x1, x2 дегендер t1, t2-ні білдіреді. Дискриминантпен қалай шығады бұл? Бұл дискриминантпен былай шығады. 7-нің квадраты минус 4 көбейту 10 тең 49 азайтылған 40 тең болады 9-ға. T1-ді табу үшін 7 плюс минус 9-дан 3, бұлай? 3-тің квадраты деген сөз. Так, 3 жазамыз, астына 2. 10-ді 2-ге бөлсем 5 болады, 7-ден 3 жазсам 4, 4-ді 2-ге бөлсем 2 болады.
түсіндік қой? Былай шығарсаңдар да, былай шығарсаңдар да өздеріңе ыңғайлы жолды шығарады екенбіз. Т деген жол. Кейінгі есепте де квадрат екен, иә? Енді бұда орны да бар екен қосылып. Т квадрат қосылған 2t тең 7t плюс 6 болады. Т квадрат минус 5t болады. Мына екеуін азайтсызсыңдар. Минус 6 өтеді тең 0-ге. Жаңағыдай істесеңдер де болады, немесе дискриминант. Қалаған жолдарың. Т1, Т2-нің қосындысы тең болу керек 5-ге. Т1, Т2-нің көбейтіндісі минус 6-ға. Қандай минусы бар. Енді бұл бізде қандай сандар болуы мүмкін? Т1 бізде 1, Т2-міз минус 6 болады. Көбейтсеңдер, 1 минус 6 көбейтеміз. Немесе мына минус мынаны қояды екен. Себебі мына 5 шығу үшін алдынан плюс болу керек. Сонда минус 1, 6. Минус 1 деген жауапты минус мәнді жауапқа алмаймыз. Демек, мына 6 секунд дегенді жауапқа аламыз. Орнын есептейміз. Мына квадрат емес, мынаны қойған оңай. X2-ні табу үшін 7 көбейту 6 қосамыз 6-ға. 42-ні 6-ға қосыңдар 48 метр. Бұл бізде А жауапта тұр. Түсіндік қой, мынаны дискриминантқа салсаңдар да болады жаңағыдай. Ода да осы мәнде шығады. Так, кейінгі есеп бізде жазайық, теңестірейік. 10t қосу 0-де 4t квадрат тең болу керек. Минус 6t плюс 2t квадратқа. Мынадан мынау азайтылады. 1-де 6t квадрат минус 6t минус 10t болса тең 0-ге. Мына екеуі 16t болады екен. 1-де 6t квадрат минус 16t тең 0. Бұл деген сөз 1-де 6t-ны жақшаның сыртына шығарып жіберсеңдер, t минус 10 тең 0 деген сөз. Жақшаның ішін шешетін болсақ, t минус 10 тең 0-ге, t тең 10 секундқа деген сөз. Енді орнын анықтаймыз. Қалаған біреуіне қояйық. 10 көбейту 10, қосу 0-де 4, 10-ның квадраты 100, 100-ден 0-де 4-ке 40 болады, 100-ге 40-ты қоссақ, 140 метр болады. Түсінікті болды ғой? Демек, әр қашан теңестіріп, мына жағы кәдімгі 7-ші класс. Алгебралық өрнек теңдеулерді шешу, ол 7-ші класс дискриминант. Барлық сол 7-ші класстың программасын бір қайталасаңдар, алгебралық түрде кездесу орны мен уақытын оңай ғана табады екенбіз.